Экономика деген сөз алғашқы ұғымда отбасы шаруашылығын білдірген. Қазіргі уақытта экономика кең көлемде өндіріс, тұтас халық шаруашылығы, жалпы өндірістің әр саласы, қаражат, ақша айналысы, тағы басқа байланысты айтылады. Біздер экономиканы кең көлемде қоғамдық өндірістің жүйесі деп түсінеміз. Экономика тұтас халық шаруашылығы, өндіріс, қаражат, ақша айналысы. Өндіріс қоғамның өмір сүруіне және дамуына қажетті материалдық игілікті жасайтын процесс. Жұмыс күші өндірістің адамдық факторы, ал өндіріс құралы заттық факторы. Бұл факторлар өзінен өзі ештеңе де өндірмейді. Тек оларды біріктіру ғана игілікті шығаруға жағдай жасайды. Яғни өндірісті іске асырады. Жұмыс күші еңбек құралы мен еңбек тәсілінің арасындағы күрделі қатынас жүйесі пайда болады. Бұл қатынас пен адамның еңбек құралына әсер етуінің тәсілін технология дейміз. Жұмыс күші технология. Қоғамның 20 ғасырдағы дамуы экономикалық өмірді ұйымдастырудың екі жолы бар. Бірінші нарықтық экономика, екінші жоспарлы әкімшілік экономика. Нарықтық экономика қатынастарды нарық реттейді, өнімді шығару, тұтыну, бөлу, оған сұраныс тағы басқа. Нарық өнім шығарушылар мен өнімді тұтынушылардың сұраныс пен ұсыныстың арасындағы қатынас. Олар өзара тығыз байланысты. Жоспарлы әкімшілік экономика өнімді өндіру мен бөлу орталық басқару органдарының билігінде. Нарық тауарды бөлу саласы. Күнделікті өмірде сауда жүретін орындарында базар, жәрмеңке, нарық дейді. Алайда нарықты басқаша түсінуіміз керек. Нарық өнім шығарушылар мен өнімді тұтынушылардың сұраныс пен ұсыныстар арасындағы қатынас. Олардың өзара тығыз байланысты. Нарық өнімді тұтынушылар, ұсыныс пен сұраным, өнім шығарушылар. Нарық адамдарды тиімді еңбек етуге, ынталыққа бағыттайды. Нарықтық экономика ғылыми-техникалық прогресті, өнім өндірушілердің өзара бәсекелесуін және тұтынушылар үшін бәсеке күресін өрістетеді. Тұжырымдап айтқанда, нарықтық қатынастың экономикалық негізі меншікті мемлекеттен ажыратып, көп түрлі меншікті қалыптастыру. Сонымен қатар тауар өндірушілердің дербестігі, өнімді тұтынушылардың белсенділігі, сұраныс пен ұсыныстың арта түсуі. Бұл процестерді бәрі аймақта, елде немесе дүние жүзі көлемде іске асады. Бұған дәлел нарықтық қатынаста өмір сүруші дамыған елдердің экономикалық және саяси өмірі. Олай болса нарықтық қатынас ғаламдық проблема. Жоспарлы әкімшілік экономикада өнімді өндіру мен бөлу орталық басқару органдарының билігінде болып келеді. Тауарды өндірушілер мемлекеттік жоспарды міндетті түрде орындайды. Қайсыбірі уақытта ол өнімді тұтынушылар қажет етпейді. Нарықтық экономикада ұсынысты мемлекет реттемейді. Өнім шығарушылар қанша өнім шығарам десе де ерікті. Сұранысты да ешкім реттемейді. Сатып алушылар өзіне не керек, қанша керектігін дербес шешеді. Ендігі мәселе баға. Бағаны да сырттан ешкім реттемейді. Сызба бойынша қарастырсақ, мемлекет көп түрлі меншіктер, оның ішінде жеке меншік, жалпы меншік, дара меншік. Ұсынысқа және сұранысқа сәйкес өнімді шығарушының өзі шешеді. Сонымен ұсыныс, сұраным, осы белгілерге қарай халық шаруашылығын нарық реттейді. Нарықтық қатынастың өзіне тән объективті экономикалық екі заңы бар. Бірінші баға заңы, екінші ұсыныс және сұраныс заңы. Біріншісі орта бағаны қалыптастырады. Екіншісі нарықта пайда болатын ақша мен тауардың қатынасына анықтайды. Тауар нарыққа, яғни базарға, жәрмеңкеге, екінші бір тұтынушыға, мемлекетке не басқа өндіріске түскеннен кейін
оның бағасы ақшамен өлшенеді. Оны тауардың бағасы дейміз. Тауар ақша. Алайда тауардың ақшалай көрінісі тапқан бағасы оның нағыз бағасы емес. Бұл баға тауардың құнынан жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Бұл сұраным мен ұсынысқа байланысты. Баға, сұраным, ұсыныс. Егер де сұраным ұсыныстан жоғары болса, алушылар көп, бірақ тауар аз. Тауардың бағасы жоғары болады. Ал ұсыныс сұранымнан жоғары болса, онда баға төмендейді. Тауар құнының мөлшеріндегі алшақтық тауар өндірушінің іс-әрекетіне әсер етеді. Егер баға жоғары болса, табыс көп. Ал баға төмен болса, табыс аз болады. Мысалы, жеміс-жидекке баға өссе, оның өнімі тиімді. Ол өнімді көп алуға итермелейді. Ал сұраным артпаса, баға төмендейді. Демек, сұраным да, ұсыныс та бағаны реттейді. Тауар өндіруші тиімді көп шығару жолын іздейді. Сонымен, нарық өндірісті реттеуші, ол баға арқылы не шығару, оны қанша көлемде шығару қажеттігі туралы хабар беріп тұрады. Нарықтың ықпалды әсері мұнымен ғана шектелмейді. Оның толық әсерін білу үшін тауардың өзіндік құнын қаншаға түсетінін анықтап білу қажет. Құн тауардың заттандырылған бағасы. Кез келген тауарда бір ғана емес, көптеген өндірушілердің еңбегі бар. Бұған да түсінік берейік. Мысалы, киім фабрикасы бір топ көйлек шығарды. Осы көйлектерде тігіншілердің еңбегі ғана емес, сонымен қатар сол көйлек тігілген матаны, ілгекті, басқа да материалдарды шығарушылардың еңбегі бар. Екінші сөзбен айтқанда, жаңа баға ғана емес, тігіншілердің еңбегімен келген, сонымен қатар бұрын шығарылған заттардың да шығыны, оның тозу шығынының бағасы мен құны бар. Фабрика жаңадан көйлек шығару үшін алғашқы шығарылған көйлектерді сату керек. Алынған пайдаға жаңа мата, басқа материалдар алып, машиналарды жөндеп, қажет болса жаңасын алып, сонымен қатар жұмысшыларға жалақы төлеу керек. Мысалы, тігілген көйлектердің жалпы бағасы 200 мың теңге. 100 мыңы шикізат материалдары, 50 мыңы тауардың бағасы және оған жұмсалған қызметке төленген немесе жұмысшылардың жалақы есебінен берілген бағасы. 50 мыңы жаңа жасалған құн, баға фабриканың таза пайдасы. Берілген кестеде есептелу жолдары көрсетілген. Атауы, бағасы, саны, жалпы бағасы, шикізат бағасы, жалпы шикізат бағасы, еңбекақы, жалпы еңбекақы, таза пайдасы көрсетілген. Нарықта сұраным ұсыныстан жоғары болса, баға өз құнынан төмен болады. Егер де сол шығарылған көйлектерді 150 мың теңгеге сатса, онда пайда болмайды. Алынған қаржы кеткен шығынды ғана ақтайды. Басқа жолмен пайда табуға бола ма? Яғни болады. Мысалы, көйлектерді тігуге кеткен материалдарды үнемдеу керек. Егер де оның құны 20 мыңға кемісе, онда пайда 20 мыңға өседі. Екінші жолы, еңбек өнімділігін арттыру. Ол үшін жаңа машиналарды пайдалану қажет. Соның нәтижесінде тігілген көйлектің санын 2 есеге көбейтсе және орташа бағамен сатса, онда 400 мың теңге алуға болады. Сонда оның 200 мыңы өндірістік шығынын өтеуге, 50 мыңы жалақы төлеуге кетеді, ал 150 мыңы таза пайда болып қалады. Берілген кестеде есептелу жолдары көрсетілген. Атауы, бағасы, саны, жалпы бағасы,
шикізат бағасы, жалпы шикізат бағасы, еңбекақы, жалпы еңбекақы, таза пайдасы көрсетілген. Бұдан шығатын қорытынды: шаруашылықтың тиімсіздігін азайту, техниканы дамыту, еңбек өнімділігін арттыру керек.